Осы жылдың соңына дейін Қазақстанда мотор жанармайын өндіретін жаңа кәсіпорын іске қосылады. Конденсат мұнай өндіру кешені базасында құрылатын зауыт өнімі Евро 5 стандартына сәйкес келеді. Жобаны Қазақстан Даму банкі қаржыландырмақ. Бүгін осы мәселе төңірегінде екі тарап келісімге келді. Мотор жанармайына деген дефицитті жою, Қазақстанның батыс бөлігін импорттан босату. Жаңадан ашылғалы жатқан кәсіпорынды құрудағы мақсат осы. Конденсат мұнай өндіру кешені базасында құрылатын жаңа зауыттың қуаты 114 мың тоннаны құрамақ. Бұл дегеніңіз өндіріс орны жылына АИ-92 маркалы 92 мың тонна бензин, АИ-95-тің 86 мың тоннасын өндіретін болады. На сегодняшний момент Бүгінгі таңда техникалық құрылғыларды орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бірінші 90-ның аяғына дейін техниканы толық қосамыз. Сонымен қатар зауыттағы кадрларды да қосымша оқыту көзделген. Персонал будет полностью готов. Жобаның жалпы құны 200 миллион долларды құрайды. Аталған қаржының 60%-ын Қазақстан Даму банкі 6 жылға ұсынады. Бүгін екі тарап аталмыш мәселе жөнінде ортақ келісімге келіп, қажетті құжаттарға қол қойды. Қаражат жаңағы жабдықтар сатып алуға керекті. Сонымен қатар құрылыс жұмыстарын бітіруге, қосу жұмыстарын бітіруге жұмсалады. Қазір кәсіпорында негізгі қондырғыларды монтаждау жүргізіліп жатыр. Жыл соңында зауыт толығымен іске қосылмақшы. Болашақта өндіріс орны 198 мың тоннаға дейін тікелей мұнай-газ айыру фракциясын шығаруды жоспарлап отыр. Әлияшым Замиру Байдаев, Қазақстан ұлттық арнасы.